Global 21 бизнес жүйесінде, яғни бізде бәрі табыс табады. 4 түрлі бағдарлама бойынша іске асады. Бірінші бағдарлама бұл қола карта егері ретінде табысқа шығу. Қола карта егері атану үшін сіз өз ID номеріңіз арқылы интернет дүкеніңізден 36 мың теңгеге тұтыну жасайсыз. Бұл жағдайда сіз аптасына 240 мың теңге табысқа қол жеткізе аласыз. Яғни 800 PV. Екінші бағдарлама бұл күміс карта егері атану. Күміс карта егері атану үшін сіз интернет дүкеніңізден 66 мың теңгеге тұтыну жасайсыз. Және бұл жерде аптасына 480 мың теңге табысқа шыға аласыз. Үшінші бағдарлама бұл алтын карта егері. Бұл жағдайда сіз 136 мың теңгеге интернет дүкеніңіз арқылы өзіңізге, отбасыңызға қажетті өнімдерді тұтыну жасайсыз. Бұл жерде сіз жоғары табыс аптасына 300 PV, яғни теңгелей 900 мың теңге табысқа қол жеткізе аласыз. Және ең жоғары табыс, яғни аптасына 1,5 миллион теңге табысқа шығаратын бұл платина карта бағдарламасы. Платина карта егер атану үшін сіз интернет дүкеніңізден 266 мың теңгеге тұтыну жасайсыз. Және аптасына әрі жылдам, әрі ең жоғары табысқа қол жеткізесіз. Бұдан бөлек бізде отбасылық контракт қарастырылған. Бұны басқаша алтын үшбұрыш деп атаймыз. Отбасылық контрактының артықшылығы бұл жерде сіз компанияның ұсынған премияларын, қосымша табыстарын 3 есе алатын жағдай. Яғни компания сізге өз атыңызға картаны 3 рет жабуға рұқсат береді. Ескертетін жағдай, бұл картаны өмірімізде бір-ақ мәрте аламыз. Біріншіден, екіншіден бұл картаны біртіндеп те жабуға болады. Яғни 36 мың теңгеге тұтына отырып қола карта егер атансаңыз, тағы да 30 мың теңгеге тұтына отырып, барлығы 66 мың теңгеге тұтынғанда сіз күміс карта егер атанасыз. Тағы да ар жағында 70 мың теңге қосып, тағы да 70 мың теңгеге тұтыну жасағанда, барлығы 136 мың теңге болғанда сіз алтын карта егер атанасыз. Тағы да 130 мың теңгеге тұтыну жасаған кезде, яғни барлығы 266 мың теңгеге тұтыну жасаған кезде сіз платина карта егер атанасыз. Сондықтан бұл карталық жүйенің артықшылықтары міне осындай.